Ораза ұстаған адамның күн тәртібі толықтай өзгеріске ұшырайды. Таңға тұрып ас ішеді, су мөлшерін кешкі уақытта толықтырады. Мұндайда күні бойы әлсіремей жүру үшін сәресінде қалай тамақтану керек? Ал ауызашарда не жейміз? Ауызашарды сумен және құрмамен бастау керек. Суды ішкен кезде оны жылы күйінде ішу керек, себебі ол ас қорыту жүйесіне өте пайдалы және асқазанды оятады, ас қорыту жүйесін оятады. Су ішкеннен кейін 10-15 минут аралығында үзіліс жасау керек. Сол үзілістен кейін ең біріншіден салаттардан бастау керек. Салатты көк шөптен немесе көкөністермен және де түрлі майлармен қосып араластырып, соны қабылдау керек. Және де екіншіге сіз мысалы ақуыз немесе көмірсудан тұратын тағамдарды қолдану керек. Ол яғни көмірсудың көзі ретінде қарақұмық, қоңыр күріш және киноаны жатқызатын болсақ, ақуыз ретінде сіз ет, түрлі жұмыртқа, түрлі бабы дейді ғой, соларды қолдансаңыз болады, және де балық, суп өнімдерді қолдансаңыз болады. Ауызбектерде әр адам күні бойы өзі жұмсайтын энергиясына сай тамақтанғаны дұрыс дейді. Ал оны диетолог маман былай түсіндіреді. Сәресіне дейін сіз көп суды ішуді ұмытпаңыздар, және де жеміс-жидектерді де қолдануды ұмытпағаныңыз жөн. Сәресінде ең біріншіден сіздің күндізгі калорияңызға байланысты, яғни өзіңіздің дене бітіміңізге байланысты белгілі бір калория болады. Сол калорияға байланысты тамақтануыңыз керек. Қандай жұмыс жасайсыз, соған байланысты деп те анықтасақ болады. Мысалы, сіз қара жұмыс немесе ауыр заттарды көтеріп сияқты физикалық активность жоғары болатын болса, онда сіздің калорияңыз жоғары болады. Ал егер де сізде интеллектуалды немесе офистік жұмыс болатын болса, сізге калориясы аз тағамдарды қолдану керек. Сонымен бөлек осы ораза кезінде көп адамдар бауырсақ, түрлі нан, яғни тәттілер, тоқаштар сияқты тортты жеп жатады. Бұл қате, себебі сіздің калорияңыз артып кетеді де, сіз мысалы кешкі уақытта бұл тағамдарды жейтін болсаңыз, бұл артық салмақ қосуға алып келуі мүмкін. Ораза кезінде күні бойы аш болған асқазанға тәтті, майлы тағамдардың мөлшері көп түссе, оның ағзаға тигізер зияны көп. Сондықтан дәрігер айтқан бұл қателіктерге бой алдырмау үшін кеңесіне құлақ асып, дұрыс тамақтануға тырысыңыз. Күні бойы аш жүрген адам